Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану пәні су тіршілік көзі тарауы бойынша адамдардың алғашқы қоныстары қашан және қалай пайда болды тақырыбын өтеміз. Оқу мақсаттары: адамдардың табиғи жағдайларға байланысты орналасуын талдау, рельеф, климат, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, су нысандары. Бүгінгі тақырыптан сен алғашқы қоныстардың қашан және қалай пайда болғаны туралы білетін боласың. Адамдардың қоныстануына табиғат жағдайларының қалай әсер ететінін оқып үйренесің. Бәріміз суретке қарайық. Алғашқы адамдар Африкада пайда болды. Сосын бірнеше жылдықтар ішінде адам бүкіл жер шарына қоныстанды. Ежелгі адамдардың сүйектерін ғалымдар Еуразиядан да, басқа құрлықтардың аумағынан да тауып жатыр. Ал енді біздің еліміздің аумағында адамдар қалай қоныстанды, қоныстар қалай пайда болды және қалай дамыды, осылардың атаулары қалай шықты деген сұрақтарды қарастырайық. Оқулықтағы 70-71 беттегі суреттерге қарап шығыңдар. Сенің ойыңша бұл жердің қайсысы адамдардың қоныстануына қолайлы болар еді? Не себепті? Бірінші суретке және екінші суретке назар аударыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Әрине, суы мол жерлерге қоныстанады. Су ең басты табиғат байлығы. Барлық адамдардың өмірі суға байланысты. Ерте заманнан бері адамдардың ірі және шағын өзендердің, көлдер мен теңіздердің жағалауына қоныстануы тегіннен тегін емес. Суы бар жерде өмір бар, тіршілік бар. Су тек адамдарға ғана керек па? Су егіс даласына, орман тоғайларға да керек. Онсыз не аң, не құс, не адам өмір сүре алмайды екен. Демек, балалар, біздің бірінші суретте ғана адамдар тіршілік ете алады екен. Балалар, Қазақстанның картасына саяхаттаймыз. Демек, жаңа көрсетілген Қазақстанның физикалық картасына назар аударайық. Адамдар ертеректе еліміздің қай аймағында қоныстанды? Оңтүстікте ме, солтүстікте ме? Неліктен адамдар табиғаты бай, көп жануарлар тіршілік ететін жерлерді таңдады? Қазақстанда қандай ірі көлдер, өзендер, теңіздер бар? Карта бойынша анықтаңдар. Жер бедері дегеніміз не? Қазақстанда қандай ірі таулар бар? Климат дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап берейік. Балалар, сендерге жеке жұмыс. Су сөзі қалалар мен ауылдардың атауларына кірігіп кеткен. Оқулықтағы 95 беттегі Қазақстан картасын қарап шығып, өзеннің, көлдің, теңіздің атауымен байланысты немесе атауға су сөзі кіріккен қалалар мен ауылдарды тап. Картадан елді мекен атауына тау, төбе сөздері кездесетін қалалар мен ауылдарды тап. Картадан еліміздің оңтүстігінде және Жетісуда орналасқан ежелгі қалалар Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматыны тап. Олар неліктен осы жерде пайда болды? Түсіндір. Жеке жұмыстың дескрипторы. Картадан өзеннің, теңіз, көлдің атауына қатысты немесе су сөзі бар қалаларды табады. Картадан тау, төбе сөздермен байланысты қалалар мен ауылдарды табады.
Картадан еліміздің оңтүстігінде және Жетісуда орналасқан ежелгі қалалар Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматыны табады. Жеке жұмыс жасап біткеннен кейін балалар бас бармақ әдісі арқылы бағалайық. Балалар, үйге тапсырма. Интернет желісін немесе қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, сен тұратын ауыл немесе қала атауының қандай мағынасы бар екендігін анықтап ал. Үй тапсырмасын орындап, дәптерімізге жазып, кері байланыс жасаймыз. Маған суретке түсіріп жібересіңдер.